Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 27-ші қара сөзі. Абайдың қара сөздерінен толықтай моншақ сөйлемдер. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристотель деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәкәуә тағалаға құлшылық қылмақ турасын айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристотель, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, деді. Ол айтты, бәйбітшілігі себепті, Софокльге трагедиясы себепті. Яғни біреудің сипатына түспектік, Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсаған неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайып тануға лайықты, жансыз, ақылсыз, құрып ішінде жасай туған суретші ме? Жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма? дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді, соның қайсысын хикмет көресің деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін деді. Олай болса адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде тахқиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззаттанып хабар алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп, бізге керегі бар болса да жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігінен дәлел емес пе? Депті. Сонда Аристотель тахқиқ ойлап тексергенде, адамның жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатыменен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Ей Аристотель, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың еді? Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битіндей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді, келісті көріндігіне һәм қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтынын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законге қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты, тахқиқ бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма неғылып мұқтаж болды деді. Ей Аристотель, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе? Деді. Аристотель айтты, ол менің қамымды жейтұғын мен қайдан білем деді. Олай болса, һәммә мақлұққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріппе. Адам алдын артын осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнде бұлдыр біледі, алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара.
Адам екі аяғына басып, тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп жүр, бірі өзіндей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дәркәрлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Адам екі аяғына басып, тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп жүр, бірі өзіндей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дәркәрлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.